дейді. Мен де бір қазақтың баласы Жай жаман дейді. артық кеткен жерлерім болса алдында сіздердің алдарыңызда кешірім сұраймын. Осы өсіп өніп жатқан сіздердің арқаларыңызға Ишак жайық. ішіп маған просто мен не үшін көре алмайсыздар. Маған бақыт тілесеңіздер мен тезірек үйленемін деп тезірек көздеріңізден кетемін. Сондықтан маған бақыт тілеңіздерші, пожалуйста. Кешірім сұраймын. Сіздердің арқаларыңыз халықтың арқасы. Жаман комментарий жазбаңыздар. Мен де біреудің баласымын ғой. Ол да біреудің баласы. Ана жаңа қатышын көрсетейік. Охон! Сақалы орман, Ресейден орман аты қандай еді? Россияның бір орманы бар еді ғой, қандай? Қарағай біздің шалыста. Қатон қорағай аз ғой, Ресейден ол жарайды. Қатон деген күшті жер негізі. Олар жүреді ішінде. Шығыс. Шырайлы шығыстың жері. Пантагрин бар. Таныстық қалай болып отыр? Таныстық. Нормально, дей ма? Ана сторис па или прямой эфир ма? Жо, прямой эфир. Тікелей эфирдасыз. Бүгін кездесетін. Тайга, я, тайга. Сақалының тайганың орманы сияқты болып тұр. Сақал дейді ғой. Жігіттің көркі сақал ма қазіргі ғасырда? Жауап бере кеттіңіздер. Дым вообще сүйкімсіз Ерсұлтан дейді. Адамда? Маған біреудің мнениясы бәрібір. Өзім қандай көрініп солай ғой. Зато ертең сақалы барлар ақыретте жаңағы әйел адамдармен бірге тұрмайтса. Сапта. Сақалсыз жігіттер міне. Аха? Әйел. Жоқ, менде сақал сөз, мен сақалымды алып тастаймын. Сақал өспегендер не істейді? Сақал өспеген көсем жігіттердің. Көп нәрсе істейді екен. Сақал, менде пайда сақал өспеді ғой вообще. Менде кәдімгі мына жерім сияқты қуатты болған уже. Сосын миноксидил дейтін бар ғой, масло деп барады екен. Сонымен 6 ай жарып өсіп екен. Маған бір жарыспай қалды сақал. Менде өсіріп алар едім. Брутал вообще. Салмақ дұрысы неме болсын, мен креативтік качество гейнер. Өстім ғой гейнер. Гейнерді 6 ай. Жұмыс жасайтын сақал ма әлде мода ма дейді? Жұмыс жасайтын сақал ма әлде мода ма? Стиль ғой. Рабочий, не рабочий деген сұрап отыр ма? Таза рабочий ғой, бірақ ішпеймін. Мұндайға зиянды әдеттерге қарсы. Ақ кенже. Ау, тұзың керек па? Иә. Сен түсірген. Мына жаққа барсам қазір бардак болып отыр ғой, явно. Айттым ғой, бардак болып отыр бұл жаққа. Түсірмеймін жарайды. Жүр ол кез. Жүр, бері. Кесе бер прямой эфир. Жұмбақ қоғам ма? Ол да сіздердің топ 3 сұрақтарыңызға жауап беруге дайын, құрметті ағайын. Давай, смело. Любой сұрақ. Давайте кеттік жазамыз. Любой сұрақ, любой. Шетелдік мамай қойсын, Қазақстандық мамай. Аслан, көрдің ба, ананы оқытылдың да? Қайсын? Аслан сақал өсірсе, жүнге түсіп кеткен чупа-чуп сияқты болып кетті. Ма, вообще қызықсызсың ғой сен. Прикинь, сұрақ жоқ саған. Определенный 3-4 адам ғана барса. Не айғай болып кетпе? Давай, болам, давай. Экстра жазым ба? Қайырды машина? Есіне, мешайт деп отыр да. Кірдің қайда? Кіргізесеш, кімге беріп қойын? Атын